11 сынып шындық, қысым және болашақ. Қайырлы күн, сіздермен бірге бүгін Аиша. Бүгін бізде қонақта 11 сынып оқушылары. Ал енді қыздар, бүгінгі біздің Аиша Pro Beauty KZ каналына, біздің подкастқа қош келдіңдер. Сәлеметсіздер. Давай. Сәлем деп айтамыз. Қош көрдік. Сәлем. Ал енді қыздар, кішігірім өздеріңді таныстыра кетсеңдер. Бірінші Аруна. Мен 11 сынып оқушысы, Шу ауданы Төлебе ауылында оқимын. Мен Нәсіп, есімім. Жамбыл облысы Шу қаласындағы мектепте оқимын, 11 сыныптамын. Рахмет қыздар. Ал ендеше сіздерге қояр бірінші сұрағым, 11 сыныпта бақытсыздар ма, әлде қорқыныш бар ма? Қандай әлде шаршадыңыздар ма? Например, 11 класс оқып жүрдім, НТ бар, басқа да жұмыстар бар, и там Мен шынымды айтсам, екі сезім дедім. Яғни қуанышты, бақытты шағым ол өзімнің сыныптастарымен өткен уақыт, бірге достарымен болған уақыт. Ал шаршайтын кезде әрқашан болады ғой, ұбт-ға дайындық кезеңі деп айтсақ болады. Ол кезде енді шаршайсың, өзінің қиындығы бар. Вот соны айта аламын. Сіз үшінші Аруна. Менде келсем, менде сабақ уақытында шаршайтыным бар. Бірақ бақытты сәттерім сол достарыммен өткен уақытта, сыныптастарыммен өткен уақытта бақыттымын. 11 сыныпта сіздер НТ-дан емес ата-аналарыңыздың үмітін ақтай аламыз деген қорқыныш бар ма, жоқ әлде қалай? Өзіңізді. Менде қорқыныш жоқ әрине, бірақ та ата-анамның бір үміті деген үзіліп кететін шығар деген бір қорқыныш болады. Бірақ ол қатты емес, енді бұлай да қорқыныш болады енді. Мен шынымды айтсам қорықпаймын. Себебі бұл өмір мен үшін, яғни мен оқысам да өзім үшін оқимын, ата-анам үшін емес, өзімнің болашағым деп ойлаймын. Түсінікті. Ал сіздер мамандықты жүректеріңізбен таңдадыңыздар ма, жоқ әлде сол жақта ақшасы бар болғандықтан, например, мен осы медицина саласын или басқа бір осы там IT-шіне осы саланы таңдасам, сол салада мен көп ақша табам деген оймен ба, жоқ әлде бір жүректеріңізде мен келешекте осындай маман иесі болғым келеді деген оймен таңдадыңыздар ма? Мен шынымды айтсам, өзімнің қалауым емес. Мен негізі шығармашыл адам болғандықтан журналистиканы таңдағым келген болатын. Бірақ та ол жерде болашақ болмағандықтан өмірге реализммен қарап, медицинаны таңдағыма тура келді.